Volkswagen Нанкиндегі Passat модельдерін шығаратын зауыттың жұмысын тоқтатуды жоспарлап отыр. Бұл қадам артық өндіріс пен іштен жанатын қозғалтқышы бар көліктерге сұраныстың күрт төмендеуінен туындады. Қазір Volkswagen Қытай нарығында қиындықтарға тап болып отыр. Себебі бензинді көліктерге қызығушылық бұрынғыдай жоғары емес. Жылына 360 мың көлік шығаратын зауыттың болашағы әлі белгісіз. Ол не жабылады, не сатылады. Қызметкерлердің бір бөлігі Lavida седанын шығаратын бөлімшеге ауыстырылуы мүмкін. Сонымен қатар, компания Шкода брендінің нарықтағы орнын қайта қарастырып жатыр. Себебі оның нарықтағы үлесі айтарлықтай азайды. Volkswagen бұл қиындықтарды тек Қытайда емес, Европада да сезінуде. Электромобильдерге сұраныстың төмендеуі және артық өндіріс компанияны қызметкерлерді қысқартуға және зауыттарды жабуға итермелеп отыр. Алдағы уақытта Volkswagen нарықтағы өзгерістерге қалай бейімделеді? Бұл қадам олардың болашағына қалай әсер етеді?